Жылқы етін қандай халықтар жейді? Жылқы етін қазірдің өзінде дамыған елдерде көп тұтынады. Жылқы етінің нағыз құндылығын көшпелі ата-бабаларымыз жақсы білген. Дегенмен иісі мұсылманның барлығы жылқы жегіш емес. Түркменстан. Бұл елде жылқы етін жеуге тыйым салынған. Олар үшін жылқы дос, жауынгер жолдас. Әр жердің салты әртүрлі. Азия елдері. Азия елдерінен бастағанды жөн көрдік. Азиялықтар үшін жылқы еті күнделікті тұтынатын маңызды азық. Орталық Азия бұл тізімде көш бастап тұр, Түркменстаннан бөлек, әрине. Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстанның бір бөлігінде жылқы етін қарқынды тұтынады. Негізінен етті қайнатып, бешбармақ дайындайды. Ол пісірілген еттен, қамыр және пияздан жасалатын тағам. Сондай-ақ жылқы етінен шұжық, қазы дайындалады. Етті шекке салып қайнатады немесе ысытады. Жылқы еті біздерде өте жоғары сұранысқа ие. Бие сүтінен жасалған атақты қымызымыз да бар. Кептірілген етте көшпелі дәстүрден келе жатқан дәмді тағам. Оны сүре ет деп те атайды. Ол өте дәмді. Жылқы етінен палау, лағман да дайындалады. Моңғолия. Жылқы етін сүйсініп жейтіндердің бірі. Алайда моңғолдар қызылды біздердей іздемейді, мұсылман еместігінен де болар. Шошқа етін жеуге де тыйым салынбаған. Талғамайды, бір сөзбен. Қытай. Қытайдың жемейтіні жоқ. Бірақ жылқы етіне немқұрайлықпен қарайды. 1578 жылы Қытайдың беделді ғалымы Ли Шижэн жылқы етінің улы екенін, оны жеу өлімге әкелетінін жазған. Сондықтан олар сақтықпен қарайтын болды. Елде этникалық қытайлардан басқа моңғол, ұйғыр, мұсылмандар да өмір сүреді. Сондықтан қызылды іздеп тұрады ау. Етті кептіріп, одан ұлттық тағамдарын жасайды екен. Корея. Бұл елде тамақ мәселесі әрқашан өзекті. Олардың ит жейтін дәстүрлері мемге айналғаны көпшілікке мәлім. Қыдыр туралы айту қиын, ал оңтүстік Корея батысқа бет бұрып келеді. Қалыптасқан стереотиптер ақырындап жойылып келе жатыр. Қазір Корея халқы ит етін ғана емес, жылқы етінен де бас тартпақшы. Алайда ұлттық тағамның бірі хве жылқы етінен жасалады екен. Ол көкөністермен маринатталған шике ет немесе балық. Жақында бұл дәстүрде артта қалауы мүмкін. Жапония. Жапония халқы бәрінен қажыған ау шамасы. Оларда барлығы бар, сондықтан болар ерекше тағамдарды жеуді ұнатады. Басиси жылқы етінен жасалған дәмді деликатес. Қымбат мейрамханаларда ұсынылады. Әрине, аралда жылқыны қалай бағады. Сондай-ақ қуырылған жылқы етінен банику және бабуши кәуабы дайындалады. Бірақ бұндай кәсіпті тек қалталылар ғана көтере алады. Мұсылман елі Индонезияда осы тізімнің ішіне кіретінін атап өткен жөн. Елдің тарихына терең үңілмесем де, олардың жылқы етінен дайындайтын сате дәстүрлі тағамын жақсы білемін. Сате барлық еттен дайындала береді, бірақ жылқы етінен жасалғаны деликатес болып саналады екен. Ресей. Жалпы орыстар жылқы етін жемейді деген пікір қалыптасқан. Ресейде орыстар ғана емес қой. Жақсы жылқы шұжығынан ешқашан бас тартпайтын татарлар мен башқұрттар бар. Олар өздері өндіріп, рахатын да өздері көреді. Махан, қазлық сіздерге де таныс шығар. Желі қолданушыларының айтуынша жылқы еті Якутияда да танымал екен. Елде жылқы шаруашылығы дамыған. Ет бағасы қолжетімді. Одан строганина, шұжық сияқты түрлі дәмді тағамдар әзірленеді. Жалпы Ресейде барлығы жылқы етін жейтін болды. Ол туралы айтыла бермейді. Жылқы етінен жасалған дәстүрлі тағам түрлерін таба алмадым, бір кездері болған шығар. Осымен әңгіме аяқталды. Егер ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, пікір қалдырыңыздар.